мүмкін. Қазір нумерологтар оқып жүргендер өте көп. Қайсысы біріне сенерін білмейсің, бірақ та мен сіздерге әрдайым өзімнің жеке Марина деген тарологымды ұсынатынымды білесіздер. Себебі ол адам маған кәдімгідей жеке консультация да жасайды, кәдімгідей маған очищение жасайды. Көптеген ситуацияларда маған көмектесті, және де ол кісінің кейбір айтатын дүниелері расымен де болып жататын моменттер өте көп. Сондықтан мен сіздерге Маринаны ұсынамын. Маринамен жеке отбасыңызда проблема болып жатса, немесе отношенияда жігітіңізбен, жұбыңызбен шаруаларыңыз болып жатса, ақша жағынан денежный поток резко жоқ болып қалса, осы Маринаға ұсынсаңыздар, яғни Маринаға жазып кеңес алсаңыздар болады. Сіздерге барлығын от и дот түсіндіріп береді, және де көп жерде жеке өзіңіздің ойлап жүрген психологический сұрақтар. Жалпы эфирдан шықтық, аман-есен, кішкене көңіл күй түсіп тұр, бірақ не дегенмен жанымда досым Хадиша бар, көңілім көтеріп енді өмірде бүйтіп енді жақын араласып бастап отыр. Просто менің уже біраз уақыт болды миымды жеп жүр да Хадиша. Ержан ағаң бар ғой, сенің сол қалай магазин ашты, қайтты, таныстыршы, сұрайыншы, потому что мен өзімде магазин ашуға желанием бар дегендей қылып айтып жүрді да. Бизнес ашып жүр. Желание, бір енді білмеймін, миымды аштып жүрді, уақыт болмай, мүмкін бүгін реті кеп тұрған шығар деп алып келдім. Жалпы қазір таныстыратын боламын, шашуын шашып, таныстырып, барлық ақпараттарын сұрап, қалай магазин, қалай ашты, товарға ақша қайдан тапты деген сұрақтардың бәрін сұрағысы келеді, өзі сұрасын. Мен айтқаныма сен жеттік ал. Ақша табу керек енді. Енді менің миым жебей, міне таныс қой, ерекең. Сізді көргенде қуаныштымын, сізді бизнесмен дейді ғой. Жалпы Ержан айтып жатыр да, магазинді қалай ашты, не істеді, ақша қайдан тапты, негізі қиын ғой. Бәрінде сондай сұрақ, көбісінде сондай сұрақ болады. Бірақ басында қалай ашу ойыңызда болды ма, ойландыңыз ба, или сразу ашып кеттіңіз ба? Тәуекел деген сияқты. Енді любой адам бизнесмен болғысы келеді ғой, бірақ түбі барлығы ақшаға тіреледі ғой, негізінде барлығы ақша. Конечно, ақша алып. Бір зарплатамен бәрін жеткізіп кету, бәрін ашу, бұндай бәрін алу мүмкін емес ол. Сол жақтармен біраз ойландық, толғандық, ақша таптық, сөйтіп аштық па. Біз негізі біраз ойландық та, бірақ демде ашып жатыр, тезсіз ашып жатыр. Рисковать ету керек та, просто ол үшін еңбек ету керек. Еңбек ету үшін не істеу керек? Басын. Әнші кім болды дейді. Әнші баламыз кім деп сұрады. Q-popқа қатысым бар ма дейді. Қатысым жоқ. Короче, ана бандтағы балалар бар ғой, который не ойнайды. Бандтағы, сояқтағы. Сұлтан банд бар ғой. Сояқтағылар. Мені көрсе сондайлар есіне түсе ма бүйтеді, өз-өзінен келеді да маған. Q-pop или K-pop дейді маған. Мен сұрақ тұр деймін да. Надо, түсінбеймін ғой. Вообще түсінбейді екен олар. Қайсысына жатады. Сосын оған түсіндіріп бердім. K-pop деген мыналар, Q-pop деген мыналар деп ше. Любишь деп айтатындай кез емес қой. Неге осыны біреу пайда болғанда үміткерлер келетін көбейіп қалады? Когда өз-өзіңе отырасың, үміткерге келмей кетеді ғой. Сегодня вы вместе покушали? Нет. И не қашан барасыз? Шерхан емес. Мен бұл басқа жігіттің десің, мен ана запись жасап, салып қоймасын. Бір рет сөйтіп кассаға кіріп кеткенмін, бір запись жасап салып жүргенмін. Мен ойымда түк жоқ, аузыма келгенде ұқтап отыра беремін ғой, короче.